Сәлем достар, бүгін біз осындай барни қонжықтарын дайындаймыз. Ең алдымен біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттер тізімі осылар. 2 жұмыртқаға құм шекер салып миксерлейміз. Араластырып болған соң үстінен сүт, сұйық май қосып миксерлейміз. Жақсылап миксерлейміз. Болған соң ұнға разрыхлитель қосып, араластырып, жаңағы массаның үстінен 3-ке бөліп қосамыз. Тесто дайын. Кішкене ыдысқа 2 шай қасық тестодан құйып, оның үстінен 2 шай қасық какао салып араластырамыз. Ол бізге барнидің аяқтарын, қолдарын жасауға керек болады. Оны жасамасақ та болады, бірақ бұны жасасақ әдемі көрінеді. Кондитерлік қапшыққа осы жасаған массамызды құямыз. Басын кішкене етіп кесіп, барнидің формасына құйып шығамыз. Ең алдымен барнидің формасын майлап аламыз. Майламасақ та болады, себебі бұл силикондық формалар. Міне видеодағыдай етіп жасаңыздар. Енді үстінен 1-1,5 қасық тестодан құйып шығамыз. Міне олар 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.